Hello my lovely students. Бүгінгі видео сабақта біз 4-ші сынып ағылшын тілі пәнінен 8 және 9-ші беттегі тапсырмаларды талқылайтын боламыз. Exercise 11 listen and read. 11-ші жаттығуда тыңда және оқы. Біз осы жерде берілген әңгімені жақсылап оқып түсініп алуымыз қажет, себебі келесі тапсырмада біз осы әңгімеге байланысты болады. Liam: Hey Lily. Hey Daisy, are you staying in? You usually go out on Saturday. Lily, Daisy, сендер бүгін үйдесіңдер ма? Әдетте сендер сенбі күні сыртқа шығушы едіңдер ғой, деп сұрап жатыр Liam. I'm not sure, we're just reading some magazines. Біз бүгін шыққымыз келмейді, біз тек қана бүгін журналдар қарағымыз кеп отыр дейді. Daisy айтады. What are you doing, Liam? Liam, сен не істеп отырсың деп сұрап жатыр, я? Oh, I'm sending a text message to Jake. That's funny. He isn't answering. He always answers straight away. Яғни енді Liam айтады. Мен Джейкқа телефонмен хабарлама жіберіп жатырмын, бірақ қызық, ол жауап бермей жатыр. Әдетте ол бірден жауап беруші еді, дейді. Lily айтады. Give him a ring at home, then. Сен үйдің телефонмен хабарлассаңшы деп жатыр. Hey Jake, it's me, Liam. Енді Liam Джейкқа хабарласып, Jake, бұл мен, Liam деп айта берген кезде Jake айтады. Hold on, Liam, I'm just putting you on speakerphone, дейді. Яғни, қазір күте тұр, Liam, мен сенің қазір даусыңды шығарып қояйыншы деп жатыр, я? Liam айтады. What are you doing? Сен не істеп жатсың? I'm practicing my new hobby. Мен өзімнің жаңа хоббиіммен айналысып жатырмын, дейді. New hobby? Jake? What's all that noise, Jake? Яғни, Jake пен Liam сөйлесіп жатқан кезде, Джейктің ар жағынан тарс-тұрс еткен қатты дыбыстар шығып шу болады, я? Сондықтан Liam сұрайды, Jake, не болды, не шу болып жатыр деп сұрайды. Daisy айтады. What's wrong, Liam? Liam, не болды деп сұрайды. I don't know, but I'm going round to Jake's house. Білмеймін, бірақ мен қазір Джейктің үй жағына бара жатырмын. Wait for us, we are coming with you. Бізді күте тұршы, біз де сенімен барамыз, дейді. Is that your new hobby? Бұл сенің жаңа хоббиің ба? Деп таңғалып жатыр. No, my new hobby is juggling, but I'm not very good at it. Жоқ, менің хоббиім ол жонгерлік, бірақ мен одан жақсы емес екенмін, дейді. Never mind, ештен кетпейді, дейді. Doing jigsaw puzzle is a good hobby too. Пазл жасау ол да жақсы ғой, дейді. Келесі біз енді тапсырмаларымызды орындаймыз. Бұл жерде бізде exercise 12 read the story and complete. Яғни біз жаңа оқыған әңгімемізге байланысты осы тапсырманы орындауымыз керек екен. Яғни 1, 2, 3, 4, 5 деп 5 сөзді, қалып кеткен сөзді толықтырып жаз, дейді. Біріншісінде текст болған, я? Екіншісінде енді қалай болады көрейік. Liam sends a text message to Jake, but he doesn't answer it. Бұл керек, я? Liam Джейкқа хабарлама жіберді, бірақ ол жауап бермеді деуіміз керек. Answer. Answer. Now, yeah, yeah. Liam gives him a ring. Қоңырау шалды ол. A ring, and he can hear some strange noises. They decided to go to Jake's house. Үйіне бармақшы болды, я? House. They find Jake practicing his new hobby. Hobby juggling. Келесі exercise 13 choose, дейді. 13-ші тапсырмада таңда деп тұр. Бізге 2 сөз берген, я? B вариантында бізге 2 never mind или hold on, wait for me или болмаса give me a ring деген сияқты сөздерді мағынасына сай белгіле деп тұр. Hi Нұржан, it's Жания. Нұржан, сәлем, бұл Жания ғой, дейді. Ештен кетпейді дейміз ба, жоқ әлде күте тұр дейміз ба? Hold on деп айтамыз, я? Күте тұр. I'm putting you on speakerphone.
Келесі, I'm going round to Нұрлан's house. Мен Нұрланның үй жағына бара жатырмын. Wait for me. Мені де күте тұршы деп айтамыз ба, или give me a ring. Маған хабарласса деп айтамыз ба. Мені де күте тұр деп айтамыз, мен де барам деген сияқты. I'm coming with you. Мен де сенімен бірге барамын дейді. Exercise 14. Act out the story. Яғни 14-ші тапсырмада, яғни жаңағы әңгіме бойынша сыныпта қойылым қойылу керек, Бұны өздеріміз сыныпта орындаймыз. Exercise 15. Talking point дейді. Listen and read. Make a new dialogue with your friend. Яғни бұл жерде айтып тұр, төменде берілген диалогты оқып аударуымыз керек, және де соған ұқсатып өзіміз бір диалог құрастыр деп тұр, Олар айтады, Hey Dana, are you staying in? Сен бүгін Дана үйдесің бе? You usually go out on Saturday. Сен әдетте сен бүгіні сыртқа шығушы едің ғой. I'm not sure. I'm just playing a video game. What are you doing? Мен бүгін шыққым келіп тұрған жоқ. Мен қазір видео ойын ойнап жатырмын. Сен не істеп жатсың деп ұланнан сұрайды. I'm practicing my new hobby. Мен өзімнің жаңа хоббимен айналысып жатырмын. New hobby. Жаңа хобби ма? Yes, I'm juggling. Мен жонглікпен айналысайын деп жатырмын дейді. Juggling? Hold on. I'm coming over. I want to try it too. Ендеше мені күте тұршы, мен де сенімен бірге жасап көргім келеді дейді. Енді осы сияқты өзіміз диалог құрастыру үшін өте оңай. Осы жердегі, қазір айтайын, мына сөздерді ғана ауыстырсақ болғаны, Ұлан емес, орнына басқа бір адамды қоямыз атын. Дана емес, орнына басқа адамды қоямыз. Осылай адамның аттарын өзгертеміз. Және мына жердегі көк жасылмен жазылып тұр ғой, Дана және Saturday деген. Енді Дананың атын біз мына жаққа қандай ат қоямыз, солай ауыстыра саламыз. Saturday дегенге Sunday деп ауыстырайық, мысалы, сенбі емес, жексенбі. Sunday деп қойсақ болады. Келесі, playing a video game, яғни не істеп жатыр? Видео гейм ойнап жатқан жоқ шығар, мүмкін кітап оқып жатқан шығар, мүмкін үй жұмысын орындап жатқан шығар. Осы сөзді ауыстырамыз. Осы жасылмен жазылғанда, және де juggling деген хоббидің орнына басқа бір хоббиді айтсақ болды. Қалған сөздердің бәрі дәл осылай қалады. Осылай етіп, оңай етіп жазып алсақ болады. Балалар? Exercise 16. Listen, point and repeat. Яғни біз бұл жердегі J және G екеуі бір-біріне ұқсайды, бірақ біз екеуін ажырата алуымыз керек. J жазыла ма? Жоқ, G жазылады ма? Біз оны үйреніп алуымыз керек. Мысалы, jellyfish дегенде J жазылады дейді, Jewelry десек тағы J жазылады дейді. Giant десек J емес, G әрпі жазылады, Jam деген кезде де G әрпі жазылады. Осы сияқты орындаймыз. Келесі, exercise 17. Complete, then listen and repeat. Яғни 17-ші тапсырмада біз тыңда және қайтала деп тұр, Осы жердегі сөздерде қалып кеткен әріптерді қойымыз керек. J ма? Жоқ, G жазыла ма? Соны қоямыз. Бірінші, the giant, мына жақта біз жаңа көрдік қой, giant, jellyfish, мына J бізде, is juggling, бізде жаңа ол жерде де J болды, with some jewelry десе, тағы да бізге J кетеді. And gems, мына бізге G деп жазамыз. Осымен бүгінгі тапсырманы талқылау сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.